Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілінен қайталау сабағы болады. Бұл сабақта қарастыратын оқу мақсаты ол тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау және зат есімдердің мағыналық түрлерін мән-мәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Осы оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийлері: тақырыпты болжайды, зат есімдердің мағыналық түрлерін ажыратады, зат есімдерді жалғаулар арқылы түрлендіріп қолданады. Енді оқушылар, сіздердің назарларыңызға суреттер берілген. Осы суреттерге назар аударыңыз, қандай тақырыпты таңдар едіңіз. Яғни бүгінгі сабақ қандай тақырып төңірегінде болады, қандай тақырып төңірегінде тапсырма орындалады. Төмендегі сұрақтарға қалай жауап берер едіңіз? Табиғат аясында серуендегенді ұнатасыз ба? Табиғат аясында демалуды отбасыңыз жиі ұйымдастырады ма? Адам табиғаттың ажырамас бөлігі деген тұжырыммен келісесіз бе? Сіздерге осы сұрақтар төңірегінде ойланып жауап беруге уақыт беремін. Асықпай ойланып, осы сұрақтарға жауап жазсаңыздар болады. Ол үшін видеоны тоқтатып, жауаптарыңызды жазып, қайтадан қосуға болады. Әрі қарай. Енді бүгінгі қарастыратын грамматикалық тапсырмамыз, яғни бүгін қайталау сабағы дедім. Ол, яғни біз зат есімнің мағыналық түрлерін қарастырған болатынбыз өткен 90-дарда. Яғни зат есім жалпылай немесе жекелей аталуына қарай жалпы есім, жалқы есім болып екіге бөлінеді. Жалпы есім, мысалы, қала, өзен, тау, кітап, кісі деген сөздерді алуға болады жалпы есім ретінде. Ал жалқы есім деп отырғанымыз, мысалы, Алматы, Ертіс, Алатау, Абылай, яғни жер су аттары, адамның есімі, бұл жалқы есім болады. Және өздеріңіз көріп тұрғандай жалқы есім бас әріппен жазылса, жалпы есімдер ол жалпы сөздер болғандықтан сөйлемнің ортасында кіші әріппен жазылады. Осыны есте сақтап ескеру керек. Енді зат есімдер қалай бізде түрленеді? Түрленеді дегеніміз, яғни өзгереді. Қазақ тілінде жалғаулардың 4 түрі бар: жіктік жалғау, көптік жалғау, септік жалғау және тәуелдік жалғау. Жіктік жалғау, мысалы, 3 жақта өзгереді, яғни бірінші жақ мен. Егер мен оқушы деген сөзді алсам, қалай түрлендіремін? Мен оқушымын. Оқушы деген сөз жуан дауыстыдан болғандықтан жуан жалғау жалғанады. Екінші жақта сен оқушысың. Сіз сыпайы түрі, сіз оқушысыз, ол оқушы. Бұл жекеше түрде. Ал көпше түрде біздер оқушылармыз, сендер оқушыларсыңдар, сіздер оқушыларсыздар, олар оқушылар деген сияқты болып түрленеді екен. Одан кейінгі екінші, яғни септік жалғауы, қазақ тілінде 7 септік бар. Яғни олар атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс және көмектес септіктер. Сіздердің алдарыңызда ол септіктердің сұрақтары берілген. Егер біз қызметкер деген сөзді алсақ, атау септігінде кім? Қызметкер. Ілік септігінде кімнің? Қызметкердің. Барыс септігінде кімге? Қызметкерге. Табыс септігінде кімді? Қызметкерді. Жатыс септігінде кімде? Қызметкерде. Шығыс септігінде кімнен? Қызметкерден. Көмектес септігінде кіммен? Қызметкермен болып өзгереді екен.
Көптік жалғауына тоқталатын болсақ, бұл жалғау, яғни барлықтарыңызға да оңай, жеңіл деп ойлаймын. Яғни, егер түбір жуан, жіңішке болатын болса, соған сәйкес жуан, жіңішке болып көптік жалғауы жалғанады. Мысалы, сіздердің алдарыңызда бала деген сөзге балалар, мысалы, көз деген сөзді алатын болсақ, көздер, немесе мектеп, мектептер. Және бұл сөздердің соңғы дыбысына қарай, егер үнді болатын болса, лар, лер жалғанады. Ұяң болатын болса, дар, дер. Қатаң болатын болса, тар, тер болып жалғанып өзгертіледі екен. Төртінші жалғау бұл тәуелдік жалғауы. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін қосымшаларды тәуелдік жалғау дейміз. Тәуелдік жалғау үш жақта айтылады. Яғни, тәуелдік жалғаудың және оңаша ортақ тәуелдеу болып бөлінетінін білуіміз керек. Үш жақта, мысалы, оңаша тәуелдеуде менің оқулығым, немесе дәптерім, сенің оқулығың, дәптерің, сіздің оқулығыңыз, дәптеріңіз, оның оқулығы, дәптері болып өзгертіледі, түрленеді. Яғни, ортақ тәуелдеуде бұл, яғни, көпше түрде өзгертілген сияқты, біздің оқулықтарымыз, дәптеріміз, сендердің оқулықтарың, дәптерлерің, сіздердің оқулықтарыңыз, дәптерлеріңіз, олардың оқулықтары, дәптерлері болып түрленеді екен. Енді сіздерге мынадай тапсырма. Біз жаңағы жалғаудың төрт түрін қарастырдық. Және зат есімді еске түсірдік, жалпы жалқы болатынын. Енді тапсырма былай. Төменде кестеге сай төрт мысал келтіріп, жалғаудың төрт түрінде түрлендіріп қолданыңыз. Яғни, сіздер не істейсіздер? Жалпыға және жалқыға төрт мысалдан жазасыздар. Сол төрт сөзді, бір сөзді бір жалғау түрінде, екінші сөзді жалғаудың екінші түрінде өзгертіп түрлендіріп, мысалды келтіріп жазасыз. Яғни, осы жалғауды және сөздерді түрлендіріп қолданасыз. Келесі тапсырма шығармашылық тапсырма. Әуелде аталған бізде сабақтың басында болған тақырып табиғат аясында болды. Суреттерге назар аударған болсаңыздар, оны түсінген болуларыңыз керек. Яғни, табиғат аясында тақырыбына байланысты мәтін құрастырыңыз. Мәтінде зат есімдерді түрлендіріп қолданыңыз. Тақырып түсінікті деп ойлаймын. Ешқандай қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін маған кері байланысты мынау алдарыңызда тұрған үлгіде берулеріңізді өтінемін. Ол, мысалы, бүгін мен білдім, көп нүктенің орнына не білгеніңіз жазасыз. Қиындық тудырды. Одан кейін мен үйрендім. Соңғысы қолымнан келді. Не сіздің қолыңыздан келді? Сіз немен мақтана аласыз? Өзіңізді қуанта аласыз. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тапсырма осы. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін маған жазған қағаздарыңызды фотоға түсіріп жіберуге болады. Немесе WhatsApp-қа жазып жіберсеңіздер болады. Бірақ тапсырма енді екі тапсырма ғой орындайтындарыңыз. Сол тапсырмаларды параққа орындап фотоға түсірген ыңғайлы деп ойлаймын. Солай ұсынсаңыздар болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сіздерден жақсы кері байланыспен тапсырмалардың толық орындалуын күтемін.